біз үшін көп дүниені құрбан еткен жақындарымызға көңіл бөлуге талабымызға. Енді құрметті жамағат, енді қысқаша осы бар ойыннан емделудің жолдарына бұл рухани ауру деп айттық қой. Рухани бір адамның бойындағы кемістік деп айтсақ болады. Біріншіден, одан емделу үшін соған берілген адамның өзінің ойлануы керек. Оның күнә екендігі, оның Алланың жақсы көрмейтіндігі, жақсы көрмейтін амал екендігін білуі. Ертең Алланың алдына барған кезінде жауап берем деген оймен өзіміз. Бірінші, ойлану. Екіншісі, нәпсіні жаман қалаулардан тыю. Шынында нәпсі әрқайсымызда бар ғой. Жаманшылыққа бұйыратындығын баршамыз білеміз. Жаманшылыққа бұйырып жатқанда мен бұл күнә екендігін біліп немесе жора жолдастарымыз, балаларымыз жақтары соған безген болса, соған түсіндіру, ойландыру, оны көп сөйлесу, Алланың нығметтерін көп айту, одан да басқа адал жолмен еңбек алатын жолдары бар ғой, соны айту. Және де одан кейінгі үшіншісі ол адал еңбекке баулу. Кішкентай кезінен бастап балаларымызды өздеріңізді адал еңбек адал кәсіп жасауға жеңіл, әлбетте қызықта нан салсаң қазір осыншама ұтып аласың. Ой, кәдімгесімейді, осы ұтып аламын деген алдамшы бір сезімдермен беріліп қойып жатыр. Жоқ, шындығында Алла Тағала қай уақытта біздің дүниемізге береке береді, адал еңбекпен маңдай бермейді, ешкімнің хақысына кірмейді, ешкімді алдамайды. Алланың адал болған жолдарымен дүние тапқан болсақ, онда біздің дүниемізге береке береді. Және де балаларымызға жастайынан дұрыс тәрбие беру соңғысы бұл адамның қоршаған ортасы, араласып жүрген жора жолдастарына көңіл бөлу, кіммен араласып жүргендігі. Егер де қасымыздағы жора жолдастарымыз ол дейді, кішкентай кезден досыңыз болсын, кішкентай кезден араласып болсын. Егер де ол сізді күнәлі іске итермелеген болса, соған қатысты ой салатын болған болса, онда ол сіздің өте зиян. Алла Тағала Құранда айтқан ол күні сол тіпті мен неге осы бір адаммен дос болдым деген сөз айтады. Мен неге осы бір адаммен жолдас болдым, мен неге осы бірге болдым, неге осы бір дүние әрқайсымыздың ақиретімізге негіздігіміз, әрқайсымыздың Алланың алдында бақытты болу үшін берілген сынағы осы бір дүниені абыроймен, осы бір дүниені Алланың бұйрықтарымен өмір сүрген болсақ, қияметте Алланың алдында жүзіміз жарық болады. Алла Тағала баршаларымызды тура жолдан айырмасын. Өзіміз сынамай берген туралы талқылап отырмыз. Мағынандаймыз